Сәлем достар, бүгін осындай керемет творожный пирог жасаймыз. Ол үшін алдымен бөлме температурасындағы майды езіп, үстінен қантты қосамыз. Жақсылап араластырамыз. Мөлшерлердің бәрі видеоның астында бар. Одан кейін бір жұмыртқа қосамыз. Араластырамыз. Одан кейін ұнға разрыхлитель қосып, араластырып, осы сұйықтыққа қосамыз. Аз-аздан қосып, қамыр илейміз. Міне осындай песочный тесто шығады бізде. Одан кейін формамыздың астына пергамент қойып, осы қамырымызды жайып шығамыз. Жұқа емес, қатты қалың емес қылып жаямыз. Холодильникке саламыз. Енді салмамызды дайындаймыз. Ол үшін творогке қаймақ қосамыз. Үстінен қант, ванильный сахар, 2 жұмыртқа. Одан кейін 2 ас қасық крахмал қосып, араластырамыз. Алдымен белкамен араластырып алыңыздар. Жан жаққа шашырап кетпес үшін блендермен араластырған кезде. Одан кейін осындай сұйық болғанша погружной блендермен араластырасыз. Енді 1 ас қасық крахмалға мұздатылған смородинаны салып, араластырып, осы творогтың бетіне қойып шығамыз. Крахмалға малуымыздың себебі сұйығы соғыс шығып кетпес үшін. Енді 40-45 минутта 180 градуста пісіреміз. Міндетті түрде суығаннан кейін ғана пышақпен шеттерін осылай босатып формадан аламыз. Дәмі өте керемет болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. 3 сағатқа холодильникке қойыңыздар. Ұнаса каналыма тіркеліп, лайк қойыңыздар. Жасап көрсеңіздер, комментарияға жазыңыздар. Каналыма жазылуды ұмытпаңыздар. Рахмет.